Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бүгін бізде сағат 20:45. Сәуірдің 6-сы. Бізді жұмысқа шығып бара жатырмыз. Яндексті қосып қойдық. Еске сала кетейік, Яндексте менде тек эконом тарифі қосылып тұр. Қалған тарифтер қосылып тұрған жоқ. Бүгін 6-сы Атырау облысында, Құлсары қаласында және Миялы, тағы да басқа жерлерде су алып жатыр. Ол жігіттерге Алла қолдасын, білмеймін, табиғи апат көбейіп кетті, мықты өте көп болып кетті. Біздің Ақтөбе қаласында да әлі де қауіп бар дейді. Екінші волнасы болуы мүмкін деп жатыр. Сол себептен әлі де қауіп бар дейді. Бірақ еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Жан жақтан келіп жатыр, Қырғызстан елінен келіп жатыр көмектер. Жаңа айтып тұрмын, Шымкент қаласына және жалпы Түркістан облысынан, Мақтаарал жақтан өте көп көмек келіп жатыр. Жамбыл облысынан келіп жатыр. Барымыз жігіттерге Алла разы болсын. Барша қазақ халқының осылай күшіміз бірлікте болу керек. Осындай қиын сәттерде бір-бірімізге көмектесуіміз керек. Ал біздің мақсат жүріп көреміз. Қазір сағат 9 болды. 9-дан кешкі сағат 11-12-ге дейін жүріп көреміз. 1-2 сағаттың жобасы. Қанша тапсырыс түскенін сөйтіп айтылатын болады. InDrive қызметінде қосып қояйын. Мүмкін ол жақтан да жақсы тапсырыстар болып жатса, міндетті түрде орындайтын боламыз. Кеттік. Алғашқы тапсырыс InDrive-тен алдым. InDrive қызметінен Тарихин 3-тен Ақжар 2-ге. Ақжар 2 Кемел деген баняға. Қателеспесем. Қайнар деген кафеге дейді. О, тіпті жақсы. Қайнар деген кафе кіре берісті. Өте жақсы. Кеттік. Жолдан болсын. Так. 11 шақырым 1200 теңгеге шықты. Бұл InDrive қызметі арқылы. Бұл енді қазір шығып көреміз. Яндексті де қосып қойдым. Яндекстен алғаш тапсырыс. Сарбаздан Жібек жолы дейді. Жаңа жер қайттан барам. Заречный 3-ке қайттан барам. Қызық, тапсырыстар да қызық. Адамдар да қызық. Кеттік. Сарбазға дейін қанша шақырым көрсетіп тұр? 4 шақырым. Ал Жібек жолына дейін 10 шақырым көрсетіп тұр. Девочки постарше и девочки помоложе. Подождите меня, я подъеду позже. На старую картину, Медео тоже. Взяли подешевле и
парень тоже хочет знать мой номер. Настрой я кто, бля, инвокер. Я оформил 4 как рок-покер. 2 0 одна семерка и начинается ломка. Что? Сыпешь белые краски, ты в трубке, хай, бля, с бомга. И запиши мой номер, минус твой ебаный фолловер. Твой потолок, это мой пол. Выпущаемся с тобой, вот и геймова. И выше дай руки, асик с базукой. Активные строчки на эти суки. Напиши в руки, приготовь сучек. Астана, Алмата, Алмата, Куки. Заказ будет оплачен наличными. Пожалуйста, убедитесь, что вы не оставили в автомобиле свои вещи. Для улучшения качества обслуживания поставьте нам оценку в приложении. Так, мында 301 теңге. Ажынамен, бәрімен 14 минуттарымызды алды. Енді қазір келіс тапсырысқа жатырмыз, бірақ жолдар нашар екен, мына келген жол. Мен бірінші рет мына жаққа келіп жатырмын, жолдар өте нашар екен. Мына жерден оңға қарай кіріп кетті. Мүмкін осының жолы жақсы шығар, я көрейік, осы жақтан кіріп кетейік. Келіс тапсырысқа кешігіп бара жатырмын. 6 минут кешіктім клиентке. Клиенттің реакциясын көреміз қазір. Үлкен жолдар өте нашар, айналып келу керек болды. Сол себептен айналып келдік, енді амал жоқ. Жол нашар, жолмен жүрмейін. Сыртта күтіп тұрған сияқты тұр. Тұр екен. Ол ер адам екен. Екеуі де ер адам. Жақсы. Сөйлемеймін өте. Ассалаумағалейкум. О, кідіріп қалдың ғой балам. Ой, ана кісінің ақша оплатасы дұрыс болмай. Кімнің? Жаңа сіздің алдыңызда клиент. Қазір. Көп ақша бермей, естің алдыға айдамай. Шықты ма? Оңғыла қарай кетіп қал. Шақырып жүрек қонаққа. Қой, 50 грамм шу. Білесің ғой өзің. Союздың адамдар ішіп қалған қасқа бесполезен ол деген. Үкіметтің адамдары баяғыдан кеткен, СССРдан кеткен. Бізді қойды бесполезен. Нас только исправит могила. Да? Правильно? 11 минут 950 теңге. Тапсырысты аяқтадық. 1690 теңгеге шықты. Қазір енді сағат 11 болыпты, тура 11 болған. Үй жақ қарай деп басып қойдым. Үй жақ қарай барамыз. Қазір жолдан тапсырыс болса болады, болмаса үй жақ қарай бара береміз. Қазір қанша тапсырыс орындаппын? 5 тапсырыс орындаппын, 5046 теңгеге шықты таза табыс. Осылай кішігірім видео болды. Жақсы аманшылықта. Тапсырысқа жалпы желіге шыға алмай жүрмін. Мен көп болды, біраз болды. Сол себептен кешірім сұраймын. Видеолар аз болып жатыр, сол себептен кешірім сұраймын. Рахмет баршаңызға, қолдайтындарыңызға. Лайк басып, пікір жазып, каналға жазылып жатқандарыңызға көптен көп рахмет.